Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеоның тақырыбы 2026 жылы қандай тауық бизнесін бастаған дұрыс. Ең бірінші сізге керек дүние, өзіңіз тауық бизнесін бастамастан бұрын ең бірінші сіз қай бағытта тауық бағытқыңыз келеді. Бір адамдар бар, әдемілік бағытқа бағады және де инкубационный жұмыртқасын сатады. Екінші адамдар бар, чисто жұмыртқа бағытында ұстайды. Ең бірінші мен сізге айтатын, енді бірінші талқылайық, енді бірінші біздер талқылайық, екі нәрсесі бар ғой. Ең бірінші біздер әдемілік жағы мен инкубационный жұмыртқасын сататын жағын айтып көрейік. Жалпы негізінде мына әдемілікке ұстайтын адамдар, ол просто ауласының әдемілігін көркі үшін манағыдай тауыққа қызығатын интерес для себя дейді ғой, сондай бағытта ұстайды. Оның енді ақша тапқан жағдайда да оны тек қана сезонмен ақша табады. Инкубационный жұмыртқасын сатады, ол әрі кетсе инкубационный жұмыртқаны 4 ай немесе 5 ай ғана сата алады. Одан артық уже ол кісі инкубационный жұмыртқаны сата алмайды. Сол себепті тауық бизнесін бастайын дейтін жандарға өзімнің кеңесім, ақша таба, мынадай жыл сайын ақша, ай сайын ақша тауып отыру керек, жылына осындай ақша табу керек дейтін адамдарға мен өз басым инкубационный жұмыртқасын сатуға ұстайтын әдемі тауықтарды ұстауға кеңес бермеймін. Сіз оданша мына несушка бағытында ұстаңыз, күнде жұмыртқасын алып отырасыз және сатып отырасыз. Сол бағытын ұстаңыз. Енді мысалы әдемілікке ұстаймын дейтін болсаңыз, сіздерге кеңес беремін. Астролоб, Адлер, Кочин, Брама, Хокинкин, тағы да неше түрлі породалар бар. Соларды ұстап инкубационный жұмыртқасын сатсаңыз болады. Енді олар мана айтқандай сезонмен ақша табасыз. Тапқан ақшаңыздың барлығы сол өзіңіздің тауықтарыңызға кетеді. Жемі бар, суы бар, қыстықта еще светіңіз бар, олар қысқа төзбейді. Шама келгенде қораңыз жылы болу керек, салқын болса уже ауырады, өледі деген сияқты ғой. Сондай шығындарға ұшырайсыз. Ал мына инкубационный бағытынан көрі сізге тиімдісі жұмыртқа бағытында ұстаған дұрыс. Енді жұмыртқа бағытында қандай тауық ұстаймын десеңіз, Ламан Браун бар, Лигорн бар, Хайсекс Браун, Доминант, Карл дейтін порода, 5 порода бар. Соның ішінде мен сізге өзім кеңес беретін Ламан Браун мен Лигорн ұстаған дұрыс. Жалпы негізінде осы Ламан Браун мен Лигорнды ұстаңыз, және де бөлек асыраңыз. Мысалы, сіз енді айына 100 мың ақша тапқыңыз келсе, сізге уже әрі кеткенде 200, 300, даже 500 басқа дейін тауық ұстаған дұрыс. Жалпы өзіңіз енді 250 бас Ламан Браун, 250 бас Лигорн ұстап қараңыз. Жалпы сізге бір тауық 320 немесе 340 жұмыртқа береді бір жылда. Жалпы Ламан Браунға қарағанда Лигорн кішкене 360 па екен, 350 ма жұмыртқа береді бір жылда. Сіз екеуін салыстырып қараңыз, қайсының жұмыртқасы ірі болады, қайсының жұмыртқасының сапасы жақсы. Енді жұмыртқа сатқан кезде сіз ұялмай сату керексіз. Жалпы негізінде Ламан Браунның граммын қараңыз, неше грамм, Лигорнның жұмыртқасының граммын қараңыз, неше грамм, соны салыстырып көріңіз. Және де бір жылда қай тауық жақсы жұмыртқа береді, қай тауықтан сізге пайда келіп жатыр, соны бір жыл бойы қарасаңыз, уже сіз Ламан Браун мен Лигорнды әрі кеткенде 2 жыл максимально 2 жыл өзіңізде ұстайсыз. Манағыдай ай сайын жұмыртқасын сату үшін ұстайсыз. Мысалы, несушканың жұмыртқасын сіз сататын болсаңыз, әрі кетсе 50 теңгеден сатасыз. Басында клиент жинайсыз өзіңізге. Клиент жинап алғаннан кейін, енді қалай айтсам болады, мысалы сіз тауықты алдыңыз, енді көп айтады, балапандай алайын ба, или тауықтай алайын ба дейді ғой. Мен сіздерге кеңес беремін, балапандай алмаңыздар, оданша ақша экономдамай 5 айлық жұмыртқа туатын несушка тауық алсаңыздар болады. Ол қараңыз, 5 айында жұмыртқа туатын тауықтың жұмыртқасының граммы азғантай болады. Сіз оны 70 теңгеден немесе 80 теңгеден сата алмайсыз. Мына птиц фабрикалардың өзінде сатады, 23 теңгеден, 46 теңгеден сатады. Өйткені ол жерде граммына байланысты. Бірінші сорт, екінші сорт, үшінші сорт деген сияқты ғой. Сол сияқты сізде ең бірінші 5 айлығынан бастап 8 айға дейін, 8 айға дейін. Әрі кетсе 2 ай ғой, 2 ай жұмыртқасын 50 теңгеден сатасыздар. Біріншіден сіз өзіңіз клиент жинайсыз, екіншіден
жұмыртқаның сапасына мән бересіз. Үшіншіден, ә, уже тауық баққанда қай тауық жақсы жұмыртқа туады, қай тауықтың жұмыртқасының граммы үлкен болады. Осындай айда осы тауықтың жұмыртқасы үлкен болады, немесе бастап туған кезде осындай үлкен болады екен деген сияқты өзіңізге уже опыт жинай бастайсыз. Және де мына 50 теңгеден жұмыртқа сатқан кезде 2 ай ма максимум 8 айында уже тауықтың жұмыртқасының граммы өседі жайлап. Сол 2 айдың ішінде сіз 50 теңгеден сатқан тауығыңыздың жұмыртқасын өзіңіз жинайсыз. Оны өзіңіз обратно осы тауықтардың жеміне, суына, свет газіне құртасыз. Манағыдай көп айтады ғой, уже мен осындай не істеймін, пайда табамын деген сияқты, ондай нәрсені басыңыздан алып тастаңыз жөн. Жалпы негізінде сол ақшаны, мана айтып отырмын, 2 ай бойы сол ақшаны жеміне, суына, манағыдай анау мынауына кетіресіз. Неге десеңіздер, сіздерге айтайын. Мысалы, жұмыртқа бағытын ұстайтын тауықтардың өзінің жемі бар. Несушка дейтін жем болады. Ол жем әрі кеткенде 4,5 мың теңге тұрады. Ойлап қараңыздар. Сіз сол себепті тауықтың басын кішкене көбірек ұстағаныңыз дұрыс болады. Және де сіздің өзіңізге қалтаңызға пайда келу керек. Жұмысшыңыздың қалтасына зарплатасын төлеу керек. Және де свет газыңыз бар, жемі бар деген сияқты бағытта кішкене көбірек тауық ұстаған дұрыс. Немесе жоқ, мен жұмыс жалдамаймын, өзім ұстаймын дейтін болсаңыз да, ол кезде уже сіздің қалтаңызға көбірек ақша түсу үшін көбірек тауық ұстаған дұрыс болады. Жалпы негізінде айтады, 2 ай бойы жұмыртқаны ақшасына тимейсіз деп жатырмын. Кері обратно өзіне салыңыз, жем алыңыз, жем жинаңыз деп жатқан себебім, жалпы негізінде мысалы әр айда әр қалай ғой. Мысалы бір жылдары жем болмай қалуы мүмкін, шөп шықпай қалады деген сияқты ғой. Қуаңшылық кездер болып қалады. Сондай кезде сіз басқа қаладан, басқа елден жем, шөп алдыратын уақыттың аралығында сіздің қораңызда, складыңызда жем бар. Анау келгенше сіз осы жеммен тауықтарыңызды қамтамасыз етіп, жұмыртқаларыңызды сата бересіз. Содан кейінгі мәселе, мысалы 2 айдан кейін, 8 айдан бастап грамм үлкеннен кейін жұмыртқаны 70 теңгеден сатыңыз. Енді 80-нен 90-нан саттыңыз деп айта алмаймын, өйткені қазіргі таңда тауық ұстайтын адамдар өте көп. Сол себепті сіз 70 теңгеден сатыңыз, және де доставка бесплатно деп қойыңыз. По городу доставка бесплатно. Мысалы 2 кассет жұмыртқа аласыз, доставка бесплатно, немесе 1 кассет жұмыртқа аласыз, доставка бесплатно деп ұстасаңыз болады. Өйткені сізге басында айтып тұрмын, клиент жинау керек. Бесплатно, тегін дейтін нәрселерді адамдар уже қазіргі таңда жұмыртқаны тегін алып жатқан сияқты болады. Мысалы, бір жұмыртқаны 10 штук жұмыртқаңыз мысалы 700 теңге, 700 теңгеге жұмыртқа алып жатады адам, сіздің доставкаңыздың барлығы соның ішінде болады. Енді аралықтар жақын жер болып, мысалы бір адамға бесплатно апарып берсеңіз, ол адам уже анаған таратады, мынаған таратады, и анау бесплатно тасиды. Типа осындай жұмыртқасың, осындай доставка бесплатно, қаланың ар жақ шеті болсын, бер жақ шеті болсын, по городу бесплатно деп уже сізді жарнама жасап бастайды. Сол себепті мен сіздерге айтатыным, тауық бағатын болсаңыздар, өзімнің кеңесім, жұмыртқа бағытында ұстаңыздар. Өйткені инкубационный бағытта ұстайтын болсаңыздар, сіздерге бір жағынан просто тек шығынға ұшырайсыздар ғой. Мысалы 4 ай бойы тапқан ақшаңыз, енді бір жылда 12 ай бар ғой, 12 айдың 4 айында тапқан ақшаңыздың қалған ақша таппайтын айларына сол ақшалардың барлығын сіз құртасыз. Жалпы негізінде видео түсінікті болса, комментария қалдырып кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға тоже жазыңыздар. Осындай жер түсінбедім, мен сіздерге кері байланысқа шығуға тырысамын. Видео толыққанды түсінікті деп ойлаймын. Жалпы негізінде видео ұнаса лайк басып, комментария қалдырып отырыңыздар. Міндетті түрде арнаға тіркеліңіздер.